Әйелдің аты кім еді? Света. Крылеченко ме еді? Крылеченконың немересіне құтқардың ба? Мұнда 12 мың халық тұрады. Бір рет келсем, бір Крылеченко деген орыстың әйелі бүкіл мына Светті жеке мешіт қылып алған ғой. Мы его купили. Это трансформатор. И есть у нас все документы. Так, все. Соң кейін алады да мына өкіметтің кеше тартып қойған Светтің үстіне ақша қосады. Әрбір столбыға арендаға ақша алады. Уақытында төлей алмаса, мынаны кеседі екен де 50 мың теңге. Осында 10 шақты мың адам тұрады. Бір орыстың қатыны бүкіл электричествоны жекеменшікке сатып алған. Әрбір столб үшін ақша төлетеді. Светтің ақшасын 2 есе қылып алып жатыр. Халықтың сөзі ешкім сөйлемейді. Мына халықтың мұң-мұқтажын ескеріңдер де шешіңдер айналайын. Соларға тұрыш жобада тұрып жатқан сорлылар деп айтады екен. Соны шулатып, Тоқаевқа дейін арызданып, Ермұрат Бапи ағаның көмегімен, соңын Ринат Сәбиләновтарға айтып жүріп, сол орыс әйелге қылмыстық іс қозғады ғой. Қашып кетті Россияға, иә? Ақсақалдар менің соңымнан ой, Ахмет болмай жатыр деп қоңырау шалып мазалайтын. Сонда мен қазақтың жігіттерін айтамын да, Қабанбай, Бөгенбай, аруақ деп айқайлайсыңдар. Бір жаман орыстың қатыны 12 мың қазақты бір жерге иіріп басына тышып отыр ғой, былайша айтқанда. Светошетті келес хозяинге 6 мың төледі. Не үшін? Соңын облыс әкімі, мен сені түрмеге жабам, халықаралық кикілжің жасап атсың деп айтты Оранқайып Нұрлан. Айттым, жам шаман кесәкің. Мен түрмеде отырып сол жерде мен сені түбіңе жетім. Ақыры әділдік орнады. Сонда айтасың, мына ағамыз бізді Крылеченкодан азат еткен Мұрат пен Бобровкан деп айтасың. Сөйтіп айтыңыздар енді. Міне Крылеченкодан азат еткенді. Рахмет. 12 мың адам отыр Семейде. Бобровка, Мұрат деген датшыларды 2 адам Крылеченко, Рульков дегендер заңсыз қоғамдық бірлестікке айналдырып алған. Күнде қанап отыр. Міне Нұртай Салихұлы екеуміз халықпен кездесуге барып тұрған күні бізге шағымданған 10 адам үйін жарығын қиып тастаған бар. Қорлап отыр кәдімгідей құл құсап. Сізден басқа ешкім қосылмай қойды. Одан кейін барып Онан кейін енді. Мен сол кезде ақсақалдарға айтқам. Барыңызда көпірдің үстіне түнде бір кигіз үй құрыңызда жатып алыңыз деп. Егер жатып алса, сол кезде бүкіл блогерлер келеді, телеканал келеді. Әйтпесе 5-6 жыл ма, 10 шақты жыл оның алдында тағы біреу болған екен. Бүкіл халықтың қанын сорған ғой кәдімгідей. Халық дәрменсіз болып қалған. Соған ертестік тосып отырады. Мен келдім Алматыдан. Бұны кез келген қазақ жасай алушы еді сол кезде. Сауат аз ба, қорқақ па, білмеймін.